Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай күріштен жасалған салат түрін жасайтын боламыз. Бізге піскен күріш керек болады. Оны пісіру үшін 1 кесе күрішке 2 кесе су құйып, аз отта жарты шай қасық тұз, 1 ас қасық сұйық майымызды қосып, жұмсақ етіп пісіреміз. Күрішіміз суығаннан кейін бір ыдысқа саламыз. Одан кейін свежий қиярымызды, піскен жұмыртқамызды кубиками турап, оның үстінен зеленімізді қосамыз. Менде бұл жерде укроп. Енді консервадағы кукурузамыздың жартысын үстінен қосамыз. Кукурузамыздың сапасы жоғары болса, соншалықты салатымыз да дәмді болып шығады. Енді майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Қалауыңыз бойынша сметана да қосуға болады. Енді жарты шай қасық тұзымызды қосамыз. Оңай әрі жеңіл жасалатын тойымды салаттардың бірі. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын!